Ассалаумағалейкум мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Мынау біздің балапан тауықтарымыз и әтештеріміз. Өсу жағына баға беріп жіберіңіздер, қалай өсіп жатыр. Енді кішкентай бала кезінен бақтық қой. Кішкентай балапан кезінен бақтық қой енді. Мінекей бағасын беріп жіберіңіздер. Ана екі Кучин әтеш қалады, Астралоктың әтеш қалады. Сосын Адлердің де үшеуі қалады ма, қалмай ма. Ол жағын Алла бұйыртса көре жатармыз. Өйткені бізде мында тағы да бар балапан. Акбір балам. Дегенді түсінбейді ғой, бір жақсы. Так, бізде мында Адлерлер бар, Австралок бар, тағы балапанда міне. Осылардың ішіне әтеш шығып жатыр. Енді қайсының әтешінің окраскасы мықты болады Адлерден. Сол қалады, шамалылары кейеді ғой. Сойылса сойылады, сойылмайтын болса, онда бірдеме жасаймыз ғой. Так, мына қораның іші, қазір қораның ішін көрсетіп жіберейін. Мына жұмыртқа туатын жерлері міне. Мына ұясы. Так. Ендігі план мынаның ішін полный пенопластпен қаптап, үй соғып тастау керек қой. Төбесіне және жанына, сол кезде қораның іші жылы болады. Енді Алла бұйыртса соны жасаймыз. Мына жерін барлығына пенопласт соғып тастаймыз. Түгел. Жалпы негізі майлап едім, мынандай қылып. Майлағанда, майлаған кезде арасынан көрініп тұр ғой, короче. Соғыданша пенопласт соғып сыртын. Сосын үймен сыртынан қаптап тастаса, дерзкі қора болайын тұр ғой. Алла қосса. Мына бір айдан кеткен балапандар ма? Көгершіндер. Әнді шу-шур қонып жатыр оларды. Ау, осы. Біз мына әтеш енді аман-есен өсіп кетсе, бұл әтеш қалады. Загорскийдің әтеші ғой. Сосын Австралокта мында 3 тауық бар. Тағы да көреміз. Осылар балапандар осы. Бұлар енді бір айдан кеткендер ғой. Екінші ау! Балапан кіріп кетті ме? Шығады ғой қазір. Осы. Все, давайте. Тағы да өзгерістер болса салам ғой. Тағы да тауықтар келу керек. Жалпы сол ойластырып жатқанбыз, қандай тауық аламыз. Индоводка ма, үйрек па, бірдеме аламыз ба деген сияқты тауықтан да бөлек көреміз. Бірақ барлығын енді алдағы видеоларда айтатын болам. Әзірге каналға жазылып, лайк басып қарап отырыңыздар.